Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Менің бүгінгі жасайтын тоқашым жұмсақ булочка жасаймыз. Біз ең алдымен сүтті ысытып, жылымық қылып аламыз. Осылай кішкене 2 қасықпен 1 қасық тұз саламыз, 1 қасық дрожжымызды саламыз. Кішкентай қасықпен саласыздар. Және де 2 қасық шекерімізді саламыз. Сосын осылай араластырамыз. Әбден араластырамыз. Сосын 2 қасық сұйық май құямыз. Кәдімгі тамаққа қосатын сұйық май. Сосын 2 жұмыртқаны саламыз. 2 жұмыртқаны алдын ала бөлме температурасына шығарып қоясыздар. Ал мұздай қоссаңыздар, өзде қамырларыңыз дұрыс ашылмай қалады. Әдем болып шықпай қалады қамырымыз. Сол үшін 2 жұмыртқаны бөлме температурасына қойып, осылай қосамыз. Сосын ұн саламыз. Енді ұнды сұйығына қарай қосамыз. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Өте жұмсақ. Қатты жұмсақ емес, орташа жұмсақтықта илеп аламыз. Енді қамырымызды бір 2-3 сағатқа пакетке салып, жылы жерге орап қоямыз. Сосын енді осы ашыған қамырымызды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Осылай бөліктерге бөліп, домалақтап аламыз. Өте керемет булочка шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен описание бөліміне керекті заттарды жазып кетемін. Осылай қамырымызды жайып аламыз. Мен де енді осы бұның арасына енді мен фабилля қосамын, варенье қосамын. Варенье мендегі өріктің вареньесі. Осы өріктің вареньесін салып, жан-жағын бүйтіп қымтап, енді кесіп жібереміз. Осылай өрнектеп жасаймыз. Осылай жасап, сіздер де жасап жеңіздер. Өте керемет булочка болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут сеуіп жібереміз. Кунжут сеуіңіздер. Сосын пешті алдын ала 180 градуста 25 минутқа пісіріп алыңыздар. Осылай қызып тұрған пешімізге салып, пісіріп алдық. Вуаля, осындай булочка, жұмсақ булочкалар шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет, ауызға салса еритін булочкалар шықты.